Ғаламтордың пайдасы мен зияны. Ғаламтор дүниенің әр түкпіріндегі тұтынушылардың бір-бірімен мәліметтер алмасуы, бейнелер және дыбыс жазбалары арқылы жеңіл байланыстыратын ең ауқымды желі түрі. Ол біздің өмірімізде күннен күнге өте елеулі рөл атқарып келеді. Ғаламтор қазіргі қоғамның ажырамас бөлігіне айналған дүние. Тіпті кейбіріміз ғаламторсыз өмір сүре алмайтын деңгейге де жеттік. Ғаламтордың адамға деген пайдалы да, зиянды да жақтары бар. Ғаламтордың пайдасы. Ғаламтор ғылым мен техниканың шынайы жетістігі. Ол сөзсіз. Интернетті қолдана алатын кез келген адам өзіне қалаған ақпарат пен мағлұматты тауып қажетіне жарата алады. Мазалап жүрген сауалдардың жауабын табады. Ғаламторда шек жоқ. Алыста жүрген ата-анаңмен де, туған-туыстарыңмен де еркін байланыс ұстай аласың. Тіпті адамдардың қолы жетпейтін жерге осы ғаламтордың қолы тиіп тұр. Ғаламдық желі сөзсіз адамның білімін жетілдіруге көмектесетін құрал. Соның арқасында шет тілін үйреніп, түрлі курстар мен тренингтерге қатысуға болады. Одан бөлек ғаламтор нағыз табыс көзіне айналып отырған сала. Онымен табыс тауып отырғандар да аз емес. Ғаламтордың зиянды жақтары. Ғаламторға деген тәуелділік қазір ғаламдық мәселеге айналып бара жатыр. Соның кесірінен адамдар арасындағы күнделікті байланыс бұзылып барады. Адамдар бір-бірімен сөйлесуді, әңгімелесуді, сырын бөлісуді ұмытып бара жатқандай. Ғаламтордың келесі зиянды тұсы адамның денсаулығы. Компьютер алдында ұзақ отырған адамның денсаулығы да нашарлай түседі. Өйткені ол қозғалыстан қалып, оның соңы бел, арқа, көз ауруларына келуі мүмкін. Одан бөлек қазіргі таңда ғаламторда